Христиандарға ассалаумағалейкум деп амандасса бола ма? Жоқ. Оларға здрасте дейсің, доброе утро дейсің, привет дейсің, hello дейсің, guten tag десең болады. Ұстаз аузын жауып болған соң караокеге баруға бола ма? Аузын жауып ашып болған соң мешітке тарауыққа барады. Имамның артына тұрып аласың, имамның артына тұрасың, караоке болып оқи бересің. Ана альхамдулиллахи роббил аламин десең, ар-рахман рахим деп, ой, караоке, бесплатный караоке. Оған ана караокеге төлейсің, мешітке караоке төлемейсің, бесплатный караоке. Сіз Американың адамы екенсіз дейді. Сонда Америкаға бармасам Американың адам болмайды ме? Өткенде Кореяға барып келдім мен. Кореяның адамы болам ба? Как раз көзім сондай. Так. Қалай болады өзі? Бәле болды ол. Қайда барсаң, туалетке барсаң, туалеттің адамы болсаң, мешітке барсаң, мешіттің адамы болсаң, қайда деп айтайын енді. Министрге барсаң, министрдің адамы болсам, бұл қалай болады? Бұл Құдайдың адамы болайық та? Мына анау бейнегүл жазып жатыр ана. Американецтер болып кеткендер. Солай бола ма сонда? Ай жандарым ай. Ауыз, оны түсіндіріп айтқам. Ауыз немен бекітіледі? Ауыз дұғамен бекітіле ма? Жоқ, ауыз уақыттың кіруімен бекітіледі. Мысалы, 5:20-да ауыз бекітіледі. Мен тұрған жерде. 5:20-да. Сіз тұрдыңызда, міне қазір 4:47 болды. 4:47-де мен бекіттім, ниет еттім, ораза ұстауға, бүгін Алла қабыл ет дедім. Соны сізге сөйлеп отырдым, су ішкім келді, алдымда су іштім. Ораза бұзылып кетті ме? Жоқ, бұзылған жоқ. Өйткені мен хоть ниетті кеше жасасам да, 1 сағат бұрын жасасам да, 10 минут бұрын жасасам да, уақыты кірген кезде ауыз бекітіледі. Күйеу ажырасам десе не істейміз? Қой, успокойся деп керек. Мойны асылып, мен сенсіз өмір сүре алмаймын, мен сені жақсы көремін деп айту керек. Күйеу айта береді қазір. Әйел айта береді, мен кетем, дей береді, сондықтан мен ерекспе. Сенікі жақсы, мойны асылып, мен сені жақсы көремін, сенсіз өмір сүре алмаймын. Я вообще не представляю сенсіз өмірімді деп айтсаң, сон жүрегі босайды. Айтпаса ерексе береді ол. Ораза ұстаған адамға эстрадалық ән айтуға бола ма? Ән айтуға болмайды депті дейді. Өлтірдік қана, бүкіл әртістер отырған. Ерна Райдар әнім отыр. Бәріғына барып, тозаққа кіріп жібереміз бе, десейміз өзі. Кілтін бәрін алып алып, осында біреуді сынап, анау харам дегендерді таңғалам да, бір сондай сөйлейді, бір кейде бір, анау өмірде бір өзі ұстамай, бір сондай бір, білмеймін енді бір, білеміз ғой енді қандай адам екендерін, көпшілігінің. Қойсаңыздаршы, жақсы сөз айтайық, бір-бірімізді қолдаушы болайық, Алла жарылқасын. Күнде аспаннан 1000 теңге түсіп тұратын дұға бар ма дейді. 100 000 теңге түсіретін ба? Ондай дұға болса мен саған айтам ба? Әйелім тым жуас, қалай мінезін оятсам болады дейді. Қандай бақыттысың, әйелің тым жуас. Жуас әйелді, Қазақстандағы жалғыз жуас әйелді Құдай саған беріпті. Сол жуас болып жүре берсін жаным. Он и так оянады, кішкене бір ана нерві, бір бала туады, 2-3 бала, соң өзі оянады, мені вампиртісі бәрі талай қанын ішеді Құда қаласа. Сондықтан асықпа, өзі оянатын уақытта. Асықтырма, сол момын болып жүре берсін. Пользуйся. Қазір жақсы кезде. Неке қиғызайын деп едік, жағдайымызды реттеп үйленгенге дейін бөлек тұрамыз, дұрыс па қалай дейді. Неке қиғызайын деп едік, жағдайымызды реттеп үйленгенге дейін дейді. Сен ұнамай тастап кетсеші айдана. Егер құдалық өтіп, той өткен болса, бөлек тұрады, неке қиып бере береміз. Егер сен қазір, давай қиып алайық, потом үйленеміз ғой, давай екеміз. Кейін сені алам деп, сені құлақтан теуіп, лапшаны, неке қиып алса. Сонда сен тастап кетсе, сен ешкім ұстай алмайды ғой. Ондайлар көп жылап қалғандар. Еще 2 қабат қып тастап кеткендер көп. Неке қидық қой болды деп. Сонда кімге барасың? Сотқа барасың ба, милицияға барасың ба? Мать-одиночка болып қаласың ба? Қой, олай жасама жан. Бәрі ораза келгенде осыны сұрай береді. Сүйсем бола ма, әйелімді сүйсем бола ма? Өз басқа кезде сүйіп алыңыздар, оразаға дейін сүйетінің бәрі сүй. Молынан әйеліңді, атанаңды сүй, балаңды сүйіп аш, ораза кезінде сүймей тұра тұр бір ай. Сондықтан ораза кезде осыны сұрай береді. Бүйтсем бола ма? Белгілі ғой. Ұстаз сәлем бердік деп айтуға келіндер сәлем салғанда айтуға бола ма? Айтуға болмайды деп ұрысты, сол айтқанда айта береді. Біз қазақпыз. Қазақтың өзінің сөзі, дәстүрі, әдебі, жолы, бағыты бар. Сондықтан анау болмайды, мынау болмайды, сәлеметсіз бе деген болады, айта бересіздер. Бәрі бітіп, сәлем бердік, бәрі бітіп, жаңағы сәлеметсіз бе қалып баратса, ол кезде айтсаң болады. Біздің өзі бычтың шығып жатыр.
құлшылығымызда, намазымызда, басқа амалымызда жесіп тұрған. Ыдысты жумай ұйықтайтын жалқау әйелдерге не айтасыз? Шайтан аралайды дейді. Шайтан басқа уақытта араламай ма екен? Именно сол ыдыс аяққа қарайды ғой, дейме шайтан. Бұл бар айды, дұрыс. Бұнда жоққа шығармай қояйық, бұл нәрсе бар. Бірақ бұл кімдерге? Бұл жалқау болмасын деген сөз бірінші. Бұл біріншіден осыны түсіну керек. Екіншіден, шайтан келіп жалайды деген бар. Табақты жемеген нәрсен беті жабылмаса, шайтан келіп дәрет сындырады деген бар. Жындар келеді деген бар. Бірақ бұл біздің өмірімізге шайтан соншама көп кірген, что табақ жалағаннан бізге әсер бермейді ол жылан қазір. Ол шайтандар. Өйткені біз ашық-шашық жүрсек, біз аузымызда боғауыз болса, ұятсыздық көп болса, діннен хабарымыз кем болса, но зато ыдыс аяқты